Сәлем достар, бүгін сіздермен дәл осындай өте ерекше тағам жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір подписаться түймешесін басып, тіркеліп қойыңыз. Дәл осылай төртбұрышты туралған картоптарымызды кастрюлемізге саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз және суымызды құйып, газға пісіруге жібереміз. Біздің картоптарымыз пісіп шыққанға дейін котлеттерін жасап аламыз. Ол үшін бізге фарш қажет болады, тұз, қара бұрыш, пияз қажет болады. Пиязымызды ұсақтап төртбұрышты етіп турап аламыз және котлеттерімізді жақсылап араластырып аламыз. Біздің котлеттеріміз дайын болды. Дәл осылай бөліктерге бөліп аламыз. Фарштарымызға әдемілеп түп-тұмалақ етіп формалар беріп аламыз. Ең алдымен дәл осылай бөліктерге бөліп алсаңыз, сізде барлығы бірдей котлеттер шығатын болады. Менде 7 штук котлет болды. Енді картоплымыз пісіп шықты. Езгімен жақсылап еземіз. Картоптарымызды жақсылап езіп алғаннан кейін картоплымыз сочный болу үшін 3 ас қасықта сүт құямыз. Және сары майымызды, тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып алып, алдын ала турап алған аскөгімізді саламыз. Енді барлығын бірдей масса болғанға дейін жақсылап араластырып, котлеттерімізді де дәл осылай тең бөліктерге бөліп аламыз. Котлеттерімізге де дәл осындай формалар беріп шығамыз. Түп-тұмалақ етіп жасап аламыз. Бізде 7 штук котлет шықты. Видеода көрсетілгендей бетін кішкене басып, фарштарымызды бетіне қоямыз. Осы жерде видеоны мұқият қараңыздар. Картоптарымызды дәл осылай фаршымыздың бетіне әдемілеп формаларға келтіріп аламыз. Біздің ерекше котлеттеріміз де дайын болды. Барлық котлеттерімізді формаға келтіріп жасап аламыз. Дәл осындай өте ерекше әдемі болып шығады. Ал енді бұл котлеттерімізді формамызға жайғастыратын боламыз. Ол үшін бізге дәл осындай ыдыс қажет болады. Жақсылап сары маймен барлық жерін майлап аламыз. Сіздерде бұндай ыдыс жоқ болса, қалаған ыдысыңызды қолдана аласыздар. Духовкаға салуға болатын ыдыс қолдану қажет. Фарштарымызды жақсылап жайғастырып алғаннан кейін қызып тұрған 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Менде пісіп шықты. Бетіне майонез салып, үткіштен өткізілген сиырымызды салып, тағы 10-15 минутқа духовкаға жіберетін боламыз. Дәл осылай бетіне қойып шығуымыз қажет. Ал біздің котлеттеріміз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай өте ерекше сочный болып шығады. Міндетті түрде бұл тағамды жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналымды жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар және лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қоңырау түймешесін де басып қойыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.